Айдар, биржаға қатысты тағы да сұрағым бар. Инвестициялаудың қай стратегиясын таңдаған дұрыс? Инвестициялаудың бірнеше түрі бар, алайда олардың қайсысы ең жақсы екенін дөп басып айту мүмкін емес. Солардың ішіндегі сұранысқа жиі ие түрлер туралы айтып берейін. Әрі қарай өзің ой түйерсің. Маған мынаны түсіндірші. Мен бағалы қағаздарды сатып алғым келеді. Бірақ акция мен облигацияның қайсысы жақсы екенін білмеймін. Олардың айырмашылығы неде? Қара, облигация дегеніміз компанияның пайыз қосылған қарызы. Сонда облигацияны сатып алу арқылы мен кәсіпорынға несие беруші боламын. Ал ұйым осы үшін маған пайыз төлейді ғой. Дәл солай. Ал акция дегеніміз сенің компанияға салған инвестицияң. Яғни бұл жерде мен несие беруші емес, ортақ иеленушімін ғой. Иә, акция құны өскен сайын сенің табысың да өсе түседі. Компанияның кірісі артса, сенікі де артады. Дегенмен керісінше болуы да мүмкін. Тәуекел жағында есте ұстау керек. Ал қайсысы жақсы? Нұрлан, қайсысы жақсы екенін кесіп айту мүмкін емес. Егер сен жоғары тәуекелге дайын болмасаң, мұндай мақсатқа облигациялар дұрыс. Мысалы, мемлекеттің немесе ірі компаниялардың облигациялары. Егер акция болса, нарық көшбасшыларының акцияларын алу керек. Енді түсінікті болды. Менің тағы бір түсінгенім, биржада мықты ойыншыға айналу үшін үнемі ізденіс керек екен. Ақша есепті жақсы көреді.